Міне құрметті оқырмандарым, біз деген адамбыз, бізді жаратқан Құдай бар. Барлығымыздың түрімізді, бет пішінімізді әртүрлі қылып жаратты. Сол секілді біздің тағдырымызды да ерекше қылып Құдай жаратқан. Бізге әртүрлі тағдырдың иесі болуды сондай қылып жазды да. Тағдыр кітабымыз әртүрлі. Енді осы жерде мен өзімді айтатын болсам, мені да жолдасымыз екеуміз бақытты бола отыра, бізде ерекше бала болды. Ерекше қызыммен сынады. Қызымды талай жерге апарып, осы жерде енді аналарға құлақ қағыс болсын деймін. Ерекше бала бағып отырған аналарға мүмкін бір сөзім тиіп кетер, жәрдем болып кетер. Біз сол кезде Алланың берген сынағына шыдай алмай, жолдасымыз екеуміз медицина саласына емдеткеннен басқа біз үнемі жаңағы емшілерге бардық, оны жасырмаймын. Көптеген ақша бердік, үйімізді саттық, күйімізді саттық, далада қалған күндеріміз болды. Бізге қанша рет Алла ескерту берсе де, біз оны мойындамаған күндеріміз болды. Қатты қателестік. Бұл осы қазіргі жаңа миды тыңдау дегеннен шығады деп өз басым ойлаймын. Өйткені біз көбіне миды тыңдаймыз, жүректі тыңдамаймыз ғой. Соның әсерінен болады. Ақырында не болды? Сөйтіп қызымды емдетіп жүре бердік. Қызым оңға келді. Медицина Оренбург, бүкіл Россия, бүкіл Қазақстан, Израильге дейін барып, қызымды аяғынан тұрғызамыз деп үміттендік. Бірақ бір ғана нәрсені ұмытқан едік ол кезде. Алла үшін бара жатырмыз. Қызым ертең күн жыламасын, халқының елінің алдында бізді, ата-анасы бізді қаратпады. Мені неге осылай қатарға қосуға ұмтылмадыңыз, анашым деп, әкешім деп айтпасын деп біз бар шамамыз салдық. Бір ғана нәрсе, бірақ Алланың жолында, Алладан келіп жатса ғана барайықшы деген бізде болмады ма, мен білмеймін. Енді көп қателестік, үшін бір сөзбен айтқанда. Кейін енді қызым оңға келген жолдасым дүниеден озды. Мен шеттей бала-шаға 10-да, мүгедек қызым, оның алдында 13-те ұлым бар, 2-де қызым бар. Одан дүниеге жолдасым жүзінде айттым ғой, ер бала келдім. 4 баламен өмір сүріп жаттым. Сонда түсінгенім, мен саналы түрде жолдасым түсіме кіріп, бізге намаз оқу керектігін, ол жақта үлкен сұраныс болып жатқандығын түсімде ескерткеннен кейін барып біз намаз оқып, осы бағытқа қарай келген кезде біздің өміріміз, айтайын, 360 градусқа түбегейлі өзгерді. Рас айтам. Сол кезде қызым 11 жасында, жолдасым қайтқанда ол 10-да болды, 11 жасында біз 10 жыл бойы адасып жүрдік. Қызымды емдетемін. 11 жасында, ровно 1 жылдан кейін қызымға ота жасалып, қызым аяғынан тұрды. Бұл ненің белгісі? Бұл Алла тағаланың құдіреті, тура жол. Міне осы.